Қайырлы кеш, құрметті серіктестер. Бүгінгі күнгі зумымызды өткізетін өлкетану бағытында жұмыс жасап жатқан Шымкент қаласының тұрғыны Азамат мырзаға сөз береміз. Абзал мырза деңіз. Абзал. Абзал мырза, кешіріңіз аға. Сөз Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі күн берекелі өтті ме, жұма күні? Жұма мүбәрәк болсын деп жатады ғой. Жалпы енді есімім Абзал болады. Жалпы мен Павлодар өңірінің, Кереку өңірінің тумасымын. Сол жерде Кереку облысы, Павлодар облысы, Аққулы Лебяжі ауданы. Сол жерден тумасымыз. Шымкентте Құдай қаласа осы январдың 5-інде 5 жыл болады келгенімізге. Шырайлы, шымқала, қасиетті киелі жерге келдік. Бүгінгі тақырып та осы оңтүстік өңір жайында болады. Осы оңтүстік өңірдің киелі, әулиелі жерлерімен, киелі, әулиелі, сол әулие адамдары осы жер мекендеген, сол жайында бір тақырып әңгіме қозғалады. Енді жалпы Сәуле ханым бізге алғашқы сабағының жарты сағат деген, Құдай қаласа жарты сағатқа барымыз саламыз. Барымызды енді жалпы осы өңірге Мавринахр деп аталған осы жерден бастап мынау Сырдария, Амудария, біреулер Амударияның ар жағы дейді. Мавринахр деген сөз арабша сөз, өзеннің арғы беті деген сөз. Бұрында осыдан 10 ғасыр бұрын солай атаған екен арабтар. Бұл арабша сөз, Мавринахр деген. Неге атаған? Өйткені осы жақтан көп дінді жаюшы, ислам біздің ғұламаларымыз, ғалымдарымыз, әулиелер көп шыққан екен. Сондықтан осы өзеннің ар жағын деп айтады. Олар Сырдария, Амудария демейді, Сейхун, Жейхун деген екен. Осы жалпы бізге осы өңірге білесіздер 7-ші ғасырда, 751 жылы, 751 жылдары ислам діні келген екен. Осы Шымкенттің өз басы, одан кейін Түркістан облысы болып кетті қазір. Сайрам ауданы, Бәйдібек ауданы, Отырар ауданы, одан кейін жаңағы мынау Ленгір дейді, Төле би ауданы, барлық жер өте тарихи маңызы бар жерлер. Қаншама үлкен ұлы тұлғаларымыз жатқан жерлер. Бүгін міне сізге айтайын. Жалпы біздің жақта мынау облыста 802 тарих және мәдени ескерткіштер бар екен. 802. Оның ішінде 532-сі археологиялық, 44-і тарихи, 228-і сәулет өнерінің ескерткіштері. Енді жалпы бұл жерлер жаңа айттық қой, Мавринахр дедік, Жібек жолы осы жерден өткен. Жібек жолының оңтүстік қазақстандық жүрген жері қазіргі Ташкент, бұрынғы Шаш қаласы, Ташкенттің бұрынғы атауы Шаш. Содан Тұрбат өткелі арқылы, Тұрбат деген ауыл бар, Қазығұрт деген жерде, өзім бардым негізінде. Сол жерден Әмір Темірдің керуен сарай дейді ғой, керуен сарай өтіп, үлкен бір әдемі мешіт салған. Өте, сондай айтайын сізге, қабырғасы енді 1 метрден асады, сондай бір үлкен ескі мешіт бар. Сол жерде Тұрбат деген сөз, жалпы арабшадан аударғанда зираттар деген сөз. Түркшеде түрбе дейді да, түрбе дегеніміз не деген сөз? Мола деген сөз, зират. Әулиелердің мешіттеріне түрбе дейді. Түрбенің көпше түрі, множественное число дейді, көпше түрі Тұрбат. Сол жерде көп кісілер жатыр, жалпы әулие кісілер. Білген де бар, білмеген де бар. Сол мешіттің түбінде
Исмаил ата, Жебірейіл ата деген үлкен кісілер жатыр. Сол Тұрбаттан өтіп керуен, жаңағы жібек жолы дейді. Жібек жолы керуенсарай Сайрамға келеді екен. Сайрам дегеніміз бұрынғы атауы Исфиджаб. Бұрын Шымкент көне қала деп атады ғой. Негізі Шымкент кейіннен пайда болды. Оған дейін жаңағы Сайрам болды. Сайрам бұрынғы атауы Исфиджаб. Сол Исфиджабта көптеген, yani Сайрамда сансыз бап дейді ғой, көптеген әулие ғұламалар жатыр ол жерде. Ол жерде Ахмет Яссауи бабамыздың әке-шешесі, әкесі қазір алдында тақырыпта өтеміз, Ибрахим ата, анасының аты Қарашаш, шын есімі Айша бибі, сол кісі жатыр. Атасы Махмуд хан деген кісі жатыр. Одан тыс басқа Бәләгардан деген әулие кісі жатыр. Жаңағыдай Бәләгардан деген лақап аты, бәлелерді қайтарушы дейді. Көп зияратқа барған кісілер сол жерге барады екен. Басында бір қиыншылық, бәле жала болса, сол жерге барып дұға тілейді екен. Бәләгардан деген сөз, парсша сөз, бәлелерді қайтарушы деген сөз. Сол жерде жатыр. Сол жерден өтіп, жаңағыдай Сайрамға барады. Сайрамдан жаңағы Сайрамнан шығып, мынау Отырарға қарай өтеді. Отырардан Түркістанға қарай барады. Түркістанда ары қарай, білесіздер кім жатыр біздің жаңағы сахаба жатыр. Сахабаның есімі кім? Бабамыз біздің жаңағы Өкаш ата бабамыз жатыр. Енді жалпы ең былай айтқанда ең ғылымға көп еңбегі сіңген осы жерден шыққан бүкіл ғұламалар, осы жерден шыққан тұлғалар деп айтуға болады. Сол Сайрамда да бар, сол сияқты Отырарда да бар. Отырардың ежелгі атауы Фараб. Ежелгі атауы Фараб, Әл-Фараби дейді ғой. Әл-Фараби бабамыз сол жерден шыққан. Жалпы ол жерде мынау кімнің бұрынғы мүфтиіміз Абсаттар Ғази Жеребсалиннің кітабы бар, Исламның жауһарлары мен жәдігерліктері деп. Сол жерде 18 Әл-Фараби шыққан екен. Біреу ғана деп жүрміз ғой, 18 шыққан екен. Өте сондай бір киелі жерлер, қасиетті жерлер. Бұл біздің Әл-Фарабиіміз, біздің білген теңгемізде суреті болған Әл-Фарабиіміз, білесіздер, ол екінші ұстаз дейді Аристотельден кейін. Тарихта қазір бүкіл әлем солай біледі ғой енді. Сол бүкіл көптеген ғылым, математикасы бар, физикасы бар, музыкасы бар, көп ғылымдарға, астрономия бар. Сол кісі сол көп саланы зерттеген еңбектері бар екен кісінің. Жалпы Отырар шаһары үлкен, сонау бұрынғы Қытайлар патшалары қызығатын, керемет бір Европа қызығатын сондай бір мәдени шаһар болған екен. Отырардың кітапханасын моңғол шапқыншылығында жағып жүрген екен. Не бір көптеген секретный рецепттер болған ол жерде. Секрет долголетие дейді ғой. Ұзақ өмір сүру сырлары, құпияларын жазып кеткен екен ғұламалар. Енді ол жерде кім жатыр дейсіз? Ол жерде Ахмет Яссауи бабамыздың ұстазы, сол кісінің рухани ұстазы, тәлімгері Арыстан баб жатыр. Арыстан баб жатыр. Арыстан бабтың жаңағыдай бәрімізге Арыстан баб деп өтеді. Бірақ тарихта сондай кесене Арыстан баб деген қазір 3 жерде бар. Біреуі бізде бар, біреуі мынау неде бар, Израильде жатыр, біреуі Ауғанстанда бар Арыстан баб деген кісілер. Енді аңыз әңгіме бізге жету бойынша нақты айтылмайды. Пайғамбарымыздың сахабасы деп айтылады. Пайғамбардың жүзін көрген, пайғамбарымызбен сұхбаттасқан, пайғамбарымыз құрма ретінде аманат берген, осыны Ахмет деген балаға жеткіз деп. 7 жасында кездесіп, 7 жасында сол жаңағы
сайрамда туылған ғой Ахмет Яссауи бабамыз. Жаңағы сайрам Исфетияпта. Содан сайрамға ол келген екен арыстан болып. Сөйтіп жаңағы аманатты берген деген сондай бір әңгіме бар. 2001 жылға ЮНЕСКО шешімімен бүкіл әлем ежелгі тұран бесігі тарихи тағдыры Ахмет Яссауидің тағдырымен байланысты Түркістан қаласының 1500 жылдығын тойлайды. Жалпы Ахмет Яссауиіміздің Түркістан қаласының жаңағыдай сол жерде барлығы тек қана осы Қазақстанның рухани тірегі кім десе Ахмет Яссауиді біледі ғой. Анау қазірдің өзінде Өзбекстанда әулиелер, ғұламалар көп болса да, Самарқанд, Бұхарада Ахмет Яссауиді көбісі көп зияратқа келетіндер көп. Жаңағыдай басына келіп дұға тілек тілеп кететіндер көп. Өйткені себебі Ахмет Яссауи бабамыздың шәкірттері көп болған екен. Мынау шәкірттерін көп болған соншалық Түркияның землетрясение, жер сілкінісі болған Қахраман Марашқа шейін таудың басында, Түркияның басқа да шет шалғай жағында, Сириямен шекаралас жағында шәкірттері бар екен ол кісінің. Сосын ол кісінің салған архитектуралық несі, кесенесі де өзгеше. Ол Өзбекстанда да жоқ, ешқай жерде жоқ, ерекше. Сондай бір керемет үлкен шәкірттер көп ұстаз болғандықтан, яғни сол жерге бірінші Ахмет Яссауи бабамызды біледі. Және сол Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесі ЮНЕСКО-ның ненің жаңағыдай қорғауында тұр ол жер. Жаңағыдай сол жақ өздері жөндеуін жасап, жаңағыдай сақтап етіп тұр. Енді ол жерде мынандай былай айтқанда есік бар, үлкен бір қақпа бар. Ахмет Яссауи бабамыздың несіне кірген кезде жаңағыдай мавзолей, Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне кірген кезде үлкен есіктер. Есікке не деп жазған екен? Арабша былай жазған екен: Хуббу саадат, мадену саадат. Осы бабу саадат, мадену саадат дейді. Ахмет Яссауи бабамыз пайғамбарымыздың тұқымынан екен, сейіт екен. Сейіттерді жақсы көру дейді. Сейіттердің есігі дейді. Сейіттердің есігі. Бұл дейді бақыттың кені дейді. Бақыттың кені. Одан кейін ары қарай жалғасады. Мифтаху саадат, мифтаху саадат. Хуббу саадат, мифтаху саадат дейді. Ол жаңағы әулиелерді жақсы көру, оларға деген махаббаттың болуы дейді. Ол дейді бақыттың кілті дейді. Бақыттың кілті дейді. Сөйтіп жазып қойған екен. Сосын барсаңыздар, келген кезде тағы бір нәрсені байқауға болады. Мынау мынандай шынжыр тұр есікті. Біреу жіңішке, біреу қалың, жуан дейді ғой, жуан. Сырттан келген кісілер егер де еркек адам болса, анау жуанды ұрады екен. Сонда іштегі әйел адамдар болса, олар тығылып қалады, көрінбейді. Шариғаттың несі бойынша, нормасы бойынша. Ал егер сырттан келген әйел адам болса, ер адамдар көрінбейді екен, жіңішкесін ұрса. Сондай нәрселерге шейін бәрін қарастырған. Бұл кесенені Әмір Темір атамыз салған. Өзінің Ахмет Яссауи бабамыздан кейін 200 жылдан кейін ол кісі салтанат құрады ғой. Сол кезде үстіне кіріп Ахмет Яссауи бабамыз сол кесенені салдырған екен. Үлкен кесенені. Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне зияратқа, жалпы Түркістанға келгендер бар ма? Келгендер бар ма? Келмегендер, зияратқа келмегендер болса да, келгендер болса да, келмегендер болса да, бұл мағлұмат жаңағыдай өте құнды мағлұмат. Енді оның ішіндегі заттары қалай, не бәрі, кім жатыр, оны келесі сабақтарда өтеміз. Біз ары қарай жылдам өтіп кетейік. Жалпы Шымкент өңірінде қандай кісілерге қызық қоя өзендер бар.
Бізде Сырдария бар екен оңтүстікте. Сырдария Қызылордаға да басып өтсе, сонымен қатар Жетісай жақпен негізі Өзбекстанға да не қылады. Арыс бар екен, Арыс өзен, Бадам деген өзен бар, Боралдай деген өзен бар, Бөген деген өзендер бар. Сосын бұл жақтың өзендері жалпы мынандай бір Ертіс сияқты бір андай Волга сияқты үлкен емес, кішігірім, былай айтқанда кішігірім, былай жалпақ емес ені, ширинасы айтқанда. Одан кейін одан кейін так, Көгершін апай, қалайсыз? Жалпы одан кейін бізде осы жақта мынау таулы жер ретінде Қаратау, мына жақта біздің сол мынау Шымкенттен көрініп тұрады. Қаратау ол былай келеді да, Жамбыл облысынан былай келіп, мынау неге шейін барады, Кентау, ары қарай Кентауға шейін Қаратау жалғасып жатады. Сол Қаратаудың бойында Ленгерский район, Төле би ауданы бар. Сол жерде күшті демалыс орындары бар. Біркөлік дейді қазақша, орысша Біркөлік дейді. Біркөлік демалыс орны бар. Көгершін апай, келсеңіздер апарамыз, құдай қаласа, демалуға. Одан кейін мынау сол Ленгер жақта Сайрамский пик дейді. Қазір Төле би шыңы, Төлебийский пик. Ол жерлерде де Қасқасу, сосын жаңағы Таусамалы деген жер бар. Жазда ол жерлерде жақсы бір демалыс орны болады. Бассейнімен жақсы. Ал қыста қазір Таусамалында қар жатыр, лыжный, курортный жер ол жерде. Оны айтып қойайын. Негізі шымкенттіктердің баратын, демалатын, тынығатын сол жер негізінде. Одан кейін оңтүстікте мынау жазда келсеңіз Шардаринский водохранилище бар. Шардара су қоймасы бар. Шардара су қоймасында өте сондай барсаңыз, Шардара аудан ғой ол, сондай бір кең, анау ұшы қиыры көрінбейді. Сол Шардараның тұрғындары барлығы ол жерге теңіз дейді екен. Сол жерге барып шынымен де демалсаңыз, демалыс орындары бар. Жаңағы Дариға Назарбаеваның ол жерге барып демалған кісілер айтады, ана құмы кәдімгідей Египетский теңіздің жағасында құм сияқты, сондай бір керемет. Нағыз демалыс, жазда барып демалатын жерлердің бірі ғой, ыстық кезде. Бірақ сондай бір қатты сол жерді туризмді көтеру керек болып жатыр. Қатты былай көтерілмеген, айтқанда сол. Одан кейін бізде мынау Ленгер ауданымен баратқанда, Ленгер ауданында бізде карьердің жанында әулие ғұламалардан Көз ата деген кісі бар. Көзі ауырып жүрген адамдар, көзі көрмей жүрген кісілер, жалпы 1700 жылдар өмір сүрген кісі, қари болған кісі, шәкірт дайындаған. Сол жердің андай шырақшысы айтады, 15 жылда 17 жылда 30-дан аса адам көзі 90%, 100% көрмегендерін көздері ашылып кеткен дейді. Зрение, көзі. Кәдімгідей су шығып жатыр. Ол жерде жататын жері бар. Сол жерге кісілер өзі тамақ пісіреді, қонады, сосын дұға тілеп сұрайды Алла тағаладан, сол әулие атаның құрметіне деп. Сол жерде сондай бір жер бар. Одан кейін сол жерден алыс емес жерде Ғайып Ерен 40 шілтен деген бар. Мынандай бұлай бір жер бар ғой, екі мынандай не жер бар, қалай айтсам, қысатын дейді ғой, кейбір адамдар қысады, кейбіреулер қыспайды, өтіп кетеді. Екі шатқалының арасымен кісілер жүріп өтеді. Ондай жерде бар. Жылжымалы тау секілді, иә? Ол сіз кіресіз, біреулер айтып жатады, ойбай, мен күнәм бар екен, сысты менің дейді. Біреу мен күнәм жоқ екен, сысқан жоқ дейді да. Оның ешқандай несі жоқ. Просто адамдардың пиғылына, ниетіне қарай шығар. Ол жерде сол Ғайып Ерен 40 шілтен деген жер, сол жерде Көз атадан алыс емес, жанында карьер бар. Ленгерге баратқанда оң жаққа бұрыласыз,
Ақбастау деген ауыл бар. Сол Ақбастау деген ауылдың жанында екеуі де, алыс емес. Одан кейін содан ары қарай кеткенде Қазығұрт таулары болады. Қазығұртский перевал деген бар бізде. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған деп айтады ғой. Мындай сөз бар. Ол жерде Нұх пайғамбардың кемесінің макетін істеп қойған сол жерге. Ол жақта бүйрекке шипалы, бүйрек ауырғандарға су шығып жатыр. Енді қарасаңыз қызық, мен әлі 5 жылда барып үлгермеген, бара алмаған жерлер де бар. Абзал, кешіріңіз, микрофон өшіп қалды сізде. Қоса қойыңыз. Мен микрофон тиіскен жоқпын, ешкім тиіспесін ше. Жоқ, мен байқамапастым. Сол жаңағы бүйрекке шипалы су шығып жатыр дейді. Сол жерде бар екен. Қазығұрттың осы бір Тұрбат ауылынан ары қаратай Қазығұрттың таулардың арасында сол бүйрекке шипалы су шығып жатыр екен. Оны алып шығып сатып жатқандар бар екен баклажкамен, 5 литрлікпен. Яғни біреу көзге болса, біреу бүйрекке, біреу әйтеуір мына кожный заболевание дейді ғой, тері ауруларына. Мысалы біздің өзіміздің Шымкентте Қошқар ата деген әулие кісі бар, сол жерде прямо ағып жатқан су бар, керемет, өте шипалы, ол тері ауруларына, витилиго, одан кейін жаңағы алапес дейді ғой, сосын сүйел ауруына сондай бір су ағып жатыр, оны алып ішсеңіз де керемет, енді бір тамаша да. Сосын жалпы сол ненің жанында, Көзатаның жанында Алматау деген тоже санаторий бар, ол жерде демалатын жер бар. Ол жерді Сәулехан білесіз бе сіз? Негізі реестріңізде бар ма сізде? Алматау деген жер бар, демалыс орны бар. Сосын Темірлан деген ауылда да ыстық су шығып жатыр. Суықтап қалғандар, мынау простата, женский заболевание, Темірлан Қажымұқан атамыз жатқан жерде, ол жерден ыстық су шығып жатыр. Сосын мынау Манкентский санаторий, Манкентте де бар, оны білетін шығарсыздар барлықтарыңыз. Енді одан кейін біз нені айттық, жаңағы Ленгер ауданын айттық. Ленгерде Төле би ауданында тағы да кім деген әулие кісі бар екен, Жылаған ата емес, Жылақ ата деген бар екен тағы да. Ол жерде енді мынандай сулар бүйтіп ағып жатыр екен, мынандай как төбеден ағып жатыр. Сосын мынау жүректің суреті бар екен, бауырдың суреті бар. Сол жерге барып кісі соны жақындап ұстайды. Сол жерден ағып жатқан, жүрек ауырған адам жүрекке, өкпе ауырған өкпе, бауыр ауырған бауырға деген сияқты сондай өз нелері бар. Бұл енді тылсым ғой, табиғи құбылыс, жаңағы барлығы. Одан кейін Бәйдібек ауданына барсаңыз, Бәйдібек ауданында Домалағана бар. Домалағана Бәйдібек атамыздың жаңағыдай екінші жұбайы. Ары қарай Бәйдібек баба бар. Сосын сол жерде үлкен үңгір бар, Ақмешіт деген. Араларыңызда барғандар бар ма? Ана үңгірге түсесіздер. Келесі жолы осыларды тағы бір қайталармыз. Суреттерімен экранға қойып, құдай қаласа, мүмкін болып жатса видеосында. Мен өзім 3-4 мәрте бардым ол жерге, 3-4 рет бардым. Керемет. Үлкен іші бар ғой, кәдімгідей айтайын, кең енді. Былай қарай бір түсесіз үңгірге. Былай қарай бір, білмеймін, 300 метр ма, былай қарай ені сізге айтайын 100 метр ма, сондай. Несі ұзындығы 200 метр бар, терең. Ішіне кіресіз, салқын, керемет. Ол жерде де аурасы жақсы. Бұрын жоңғарлардан соғыста жасырынған жер деп аталады. Жасырынған дейді сол жерде, батырлардың жоңғарлармен соғысқан кезде дейді, бұрынғы кезде дейді. Жалпы енді бұл не деген айтып жатырмыз біз жаңағыдай. Біз Бәйдібек ауданын айттық. Одан кейін Созақ ауданына
қысқаша айтып кететін болсақ, ол жақта баба шашажиз деген әулие кісі жатыр, перінің қызымен үйленген. Сол кісі тарихта бар. Одан кейін алғашқы кісілер исламды қабылдамаған кезде ол кісі барлығы мынау соғыссыз келген ғой бізге ислам. Сонда кісілер айтқан екен, сіз бізге бір керемет көрсетіңіз дегенде, отқа кіріп, отты жақтырған, үлкен отты сол жерге кіріп, ол кісі жанбай аман есен шыққан екен, сол кісі. Одан кейін Ысқақ баб деген кісі жатыр. Ысқақ баб дегеніміз жалпы мынандай сөз бар, Түркістанда Құл Қожа Ахмет, Сайрамда сансыз баб, жаңағы сөз баптардың бабы Ысқақ баб дейді. Ысқақ баб бұл Ибрахим атаның, Ахмет Есей бабамыздың 12-ші атасы. Ал Ибрахим ата Жаңақорғандағы, жаңағы Сырдарияның бойында Жаңақорған деген жер бар. Көп әулие ғұламалар жатыр, Хорасан баб жатыр. Сол жерде жатқан Бақсайыз қожаның 8-ші атасы. Ал Бақсайыз қожа Мұхтар Әуезовтің 8-ші атасы. Мұхтар Әуезовтің атасын Құнанбай бабамыз кезінде, Құнанбай ата, ол кісі Кенесарының заманда Семей өңіріне алып кеткен екен. Балаларды оқытуға жалпы сол жаққа апарып орналастырған, мал берген, үй берген, барлық жағдайын жасаған. Сол Абайды абай қылған, жалпы сол Мұхтар Әуезовтің атасы оқытса кішкентай абайларды, шәкәрімдерді, Құдайбердіні. Ал оның немересі Мұхтар Омарханұлы Әуезов, ол кісі абайды әлемге танытты, кітабын шығарып, Абай жолы арқылы. Енді қазір жалпы мынау біз енді Арыстан баб біз айттық, Арыстан бабамызды айттық. Жалпы Ахмет Есей бабамыз қайдан білім алған? Ахмет Есей бабамыз Сайрамда туылып, Өзбекстанда Бұхарадағы Юсуф Хамадани деген сопылар дәруиштер мектебінен өтеді. Сол 1140 жылы ол кісі Ахмет Есей бабамыз үлкен ұстаз атанып, үлкен атақ алып, мәртебелі қызмет алып, жаңағыдай сол жақта Яссы қаласында, Түркістанда қызмет етеді екен. Яссы, Түркістанның бұрынғы атауы Яссы, Ташкенттікі Шаш, Сайрамдікі Исфиджаб, бұрын енді Шымкент деп аталмаған, осы Исфиджаб деп аталған. Негізі Ахмет Есей бабамыздың жатқан жері қандай киелі болса, Шымкент қаласы да киелі. Оны осы жерде кісілер мен адамдармен кездескенде айтамыз. Өйткені кісілер енді қазір әсіресе солтүстікте Шымкентский дегенде бір ассоциация болады ғой. Шымкентский дегенде кішкене бар кісілер қорқады, алдап кете ме, мені әйтеуір бір қулық істеп кете ме деп. Сосын шымкентскийлерге айтамыз, сіздер солтүстіктегі адамдарды алдамаңыздар, оларды шошытпаңыздар, үркітпеңіздер. Өйткені сіздер киелі бабалардың, мықты бабалардың ұрпақсыздар деп айтамын. Шынымен де солай ғой енді. Бабаларыңыз осы жерде қаншама ғылым, технология бұрынғы, жаңағыдай ислам ғұламалары осы жерден шыққан. Мәдениеттің бесігі болған осы жер. Өркениеттің бесігі болған. Андай колыбель цивилизации дейді ғой, орысша айтқанда, осы жерде болған. Түсінбей жатқандарға айтайын. Осы жер қасиетті. Сол үшін сіздер адамдарға Павлодар, Петропавлға барған кезде, басқа орыстанған біздің көп болған жерлерге, діннен алыс болған жерге барған кезде, осы бабаларымыз айтыңыздар, сөйтіп соған лайықты болып жүрейік. Өйткені спрос двойной болады дедім деп айтамын да. Сосын ол кісілер күледі барлығы. Шынымен де айта берсек, санай берсек, қазір көп өте былай нелер жаңағыдай қасиетті кісілер
оның барлығын кітапта кім Әбсаттар қажы марқұм жазып кеткен. Осы өңірден шыққан барлық ғұламалардың мынау Тараздан бастап, Тараз, Шымкент, Түркістан облысы, Түркістан, оның ар жағында барлығының өзінің бір жеке тарихы бар. Әр кісінің жеке өзінің тұлға ретінде, өзінің личность ретінде өзінің тарихы бар. Қызмет етіп кеткен. Сол үшін қарасаңыздар, анау міне Көгаршын апай отырған Барабайдан бастап шауып келіп Кенесары хан осы жерге шейін келген. Абылай хан осы жерде жатыр, бабасы. Дәл Ахмет Яссауиымыздың аяғының астында жатыр. Неге батырлар, Қазыбек би жатыр мысалы, көптеген билер, батырлар жатыр. Неге жатыр? Өйткені соның шарапаты, әулиенің қасиетті шарапаты маған тие ме деп сол ниетпен келіп жерленген екен. Мысалы Бөгенбай батырды білсеңіз, Қанжығалы, Ерейментау жақтікі ол кісі. Сол кісі қайтыс болғанда түйеге салып әкеледі, киізге орап алып келеді екен бері қарай. Осы жерге жерленеді. Неге сонда жерленбеді? Өйткені жаңағыдай бабамыздың жанына жерлеген екен. Енді бұл жерде біз оңтүстік дегенде демалыс орнынан тек қана Сарыағашты білеміз ғой. Сарыағаштың демалатын нелері бар, жаңағыдай санаториялары бар деп, өте көп санаториялар салынған. Бірақ сонымен қатар біз білмейтін де басқа да кішігірім санаториялар да бар, кішігірім демалыс орындары да бар. Сонымен қатар рухани демалыс орындары бар. Ол сол әулиелердің басында да қазір қарап, сол жерде түнейтіндей қылдырып, өздері тамағын жасап, сол жерде ететіндей қылып жағдай істеп жатыр қазір, Аллаға шүкір. Енді айта берсек, негізінде көп. Жалпы Сарыағаштың өз басында да әулие кісілер бар. Мынау Қазығұрт өңірінде де көп, жаңағы Ақбура әулие деген бар. Қарабура әулие Созақ ауданында кіммен бірге, Бабат Шашта Жез, одан кейін Ысқақ баб. Ал мына Сайрамда өте көп. Сайрамда мен сізге айтайын, аралап шығып үлгере алмадық, өте көп екен. Сайрам деген 99% өзбек халқы тұрады, бірақ барлығын жаңағыдай аралап, тек сол жердің халқы араламаса, келген адам аралай алмайды. Өте көп жатқан жаңағыдай әулие кісілер, өте қасиетті кісілер көп сол жерде жатыр. Сол үшін Сайрамда сансыз баб деп айтқан. Сол, одан кейін мынау Түркістанның ар жағындағы Кентауда білесіздер, Үкаш ата бар. Үкаш бабаның жанында Ерқоян деген батыр бар. Ол кісіді Үкаш атаның ұстазы деп айтады. Ол кісі пайғамбарды көрген деп айтады. Сондай нелер бар. Одан кейін Жылаған ата деген жер бар, үңгірі бар. Келесі нелерде сол суреттермен бірге былай көрсетіп айтқан дұрыс шығар, өйткені қазір кісілердің естерінде қалмайды негізінде. Сол жалпы жаңағы осы өңірлердің айналадағы қаншама өңірде қаншама кісілер шыққан, бұлар жайдан жай адамдар емес. Оның ішінде тек қана дінді ғана неткен емес, мысалы бұл жерде бағана айтқандай 18 Әл-Фараби шыққан деген. Бұл жерде қаншама анандай медицина саласының да мамандар шыққан, медицина жағында кісілер емдеп жаңағыдай. Одан кейін математиктерде шыққан қаншама ғұламалар бар осы жерден. Барлық салалардан осы жерден шыққан екен. Сосын жаңағыдай әбжат саласында қазір әбжат жифр деген ілім бар. Сол саладан да шыққан осы жерден ғалымдар. Қазір нумерология дейді ғой. Біреулер жаңағыдай қазір немен айналысатындар бар ғой. Не дейді қазір? Номермен айтып, кісілер психологияларын айтады ғой. Ол білімді исламда негізінде бар. Осының барлығы, осы ғұламалар бізден шыққан жалпы негізінде. Енді
Так, мен сіздерден сұрақ күтіп отырмын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса, жаңағыдай қоя беріңіздер. Ой, Абзал Мырза, рахмет сізге да. Столько информации дали вообще. Негізі айтып өттіңіз ғой жаңа да. Я так поняла, да, историческо-культурных достопримечательностей 802 деп отырсыз, иә? Бүкіл Иә, иә. Шымкент өңірі енді қазіргі күні енді Түркістан облысы бойынша 802 деген не деген сұмдық біз білмейміз ғой. Көбісін білмейміз ғой, шыны керек. Даже 10%-ын да білмейміз. Сосын тағы бір айтып өттіңіз, шелковый путь. Ол енді жібек жолы деп отырмыз ғой. Ол жағынан енді кезінде жібек жолы арқылы не деген саудагерлікпен айналысып да, онымен қоймай еще қандай вообще культурный жағын тоже не еткен шығар, наверное, да, әсер берген шығар, иә, Қазақстанның осындай дамуына, біздің елімізге сондай бір қандай әсер берді деп ойлайсыз осы не жібек жолы? Өте керемет әсер болады, мықты әсер. Неге десеңіз, ол кезде исламның шарықтап тұрған шағы мықты. Мысалы біз ол жерде тек қана ислам дегенде Мауреннахр емес қой. Мауреннахр алып, сонау Сирияға, Иракқа жалғасады. Сол жақтағы жақсы бір әдет ғұрыптарды, ислами әдет ғұрыптарды, жақсы нәрселердің барлығын бізге әкеледі. Османский империя арқылы былай, Ирак, Османский империя енді ол Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Африканың бір несі, солтүстігі Османский империяға қарады. Сол жақтағы даже Андалусияға шейін барды. Андалусияға шейін, Испанияға шейін. Ол жібек жолы, мысалы Қытайда да мұсылмандар жатыр. Қытайда да сахабалар жатыр, пайғамбардың мен бірге болған кісілер. Мысалы Гуанчжоуда жатыр, үлкен сахабалар жатыр, білмейтін кісілер. Пекинде жатыр мысалы да. Сол жібек жолдан тек қана ол сауда емес қой, ол мәдениет қой. Мысалы қазір бізге сол басқа жақтың товарымен бірге мәдениеті кіріп жатыр ғой. Бірақ жаман мәдениет кіріп жатыр да, өкінішке қарай. Дұрыс емес. Ұятсызда арсыздық кішкене мәдениеттер кіріп жатыр, жастарымыз бұзып жатыр. Ол кезде ислам мемлекеттері, мысалы Әмір Темір заманында 3 мұсылман бастық болған, то есть әлемді билеген. Біреуі Әмір Темір, ол кісі Ауғанстан, Индия, сосын жаңағы осы өңір, Қазақстаны бар, осы жақтың бәрін билеген. Екінші Йылдырым Баязид, Османский империяны билеген. Үшінші Тоқтамыс хан, ол кісі Москвада болған. Сонда ойлаңыз, қандай үлкен алып территорияны алып жатыр мұсылмандар. Қазір мысалы христиандар әлемде қалай басқарып, әлемде Европа мемлекеттері христиан, Америкасы христиан, басқа да жерлерде олардың үкімі жүріп жатыр. Бәрі жабылып, мысалы бір Газадағы соғысты даже олар тоқтат түгілі, олар түкті айта алмай жатыр, олар соны қолдап жатыр, өлімді балалардың. Сол сияқты ол кезде мұсылмандардың әмірі жүріп тұрған. Мұсылмандардың әмірі жүргеннен кейін мұсылмандардың мәдениеті де хочешь не хочешь басқа да мұсылман болмағандарға тарайды. Сол үшін ол кезде жалғыз Мауреннахрдан емес, сол Хиджаз, Иран, Ирак, Түркия, Османлы мемлекетінің ғалымдарды бәрі бір-бірімен естіген, осылай байланысқан, араласқан, осы бір-бірімен не болған, тәжірибе алмасқан. Сол үшін әрине біз айтамыз ғой, ғылымның бәрі Құраннан шыққан дейміз. Ғалымдардың бәрі бізден шыққан. Ибн Синаны алыңыз, мысалы, Әл-Фарабиіңізді алыңыз, одан кейін Әл-Хорезми бар, алгебраны ойлап тапқан. Сол үшін ол жағынан айтар болсақ, оған неше таң атып, неше күн батады. Олар көп ғұламалар бар. Бір Андалусияның өзінен қаншама ғұламалар шыққан, мысалы, Испанияның. Ол үшін әлбетте міндетті түрде ол жерде. Ол кезде сондай бір күшті баланс болған, күшті керемет жаңағыдай, сондай бір адамдар бір-бірімен сол шелковый путь арқылы, жібек жолы арқылы не істеген, байланысқан.
Мгм. Бізге қар жауған қуанып жатыр, қар деп. Сіздерде қар жауған шығар, қар деп қуанып жатыр. Қар баяғы жауып тастаған бір. Жалпы негізінде арабтар әлі күнге шейін мавренахр ғұламалары деп кітаптарда мән беріп, әлі күнге шейін не істейді? Жоғары неде тұр? Рейтингті ол кісілер жоғары тұр. Біздің бұрынғы ғалымдарымыз мавренахр ғұламалары, әсіресе Бұхара, Самарқандта жатыр. Имам Бұхари бар, көп хадистерді жеткізген пайғамбарымыздан. Имам Матуриди бар, Термизи бар, мысалда, сол үшін қаншама әулие ғұламалар бар. Бірақ соның ішінде Ахмет Яссауиіміз ол ерекше бір төбе. Енді бір сұраған айтқан екен индонезиялық, сендер байсыңдар депті бір қазаққа. Сонда айтыпты, қандай химиялық элементпен баймыз, қай жағынан, мұнай ма, көмір ма? Сонда айтқан екен, сендерде Ахмет Яссауи бар дегенде, Индонезияға шейін біледі. Мысалы, бірақ біз мына отырған жерді естиміз, білмейді екенбіз көп нәрсені. Сол үшін шынымен де үлкен байлығымыз жалғыз Ахмет Яссауи емес, жаңағы айтқандай, оның ұстаздары бар, әкесінің өзі ғалым кісі болған, Ысқақ баб олардың аталары болған. Сөйтіп, ана Сайрамға барсаңыз, Ахмет Яссауиіміздің атасы бар, Махмудхан, сол жерде шежіре бар. Сол шежірені мен фотоға түсіргем, если что, чатқа жіберейін, қандай барған жерлерім болса. Сол жіберсем болады ғой, чатта көріп отырасыздар, зиярат жасаған жерлерді. Жалпы көп негізінде. Сол Қасқасу жақта да Мың шахид деген жер бар, ол жерге де барып демалдық. Тоже мынау үңгірге кіресіз, тап-таза бір керемет шипалы тап-тәтті су ағып жатыр. Сондай сулар, шипалы сулар көп мұнда, керемет андай бір жерлер өте көп. Енді келесі жолы былай суреттеп мен Сәуле ханымға жіберейін, суреттеп кажимен тағы да айтайық, өйткені ол жақсы. Сосын барлығына ол информацияны жіберіп қойып, керек болған адам өзіне онақай алып жүреді. Басқа да адамдардың сұрақтары болса? Абзал мырза, тағы да бір менде сұрақ туындап отыр. Мына жерде сіз айтып өттіңіз, Аль-Фараби. Біз енді бәріміз білетініміз бірақ адам ғой енді Аль-Фараби. Сіз басында айтып өттіңіз, 18 адам болған деп. Сол жерін кішкене анықтап жібересіз бе? Мен, например, бірақ адам деп жүрмін Аль-Фараби негізі. Менде сол кітаптарым неде тұр? Сол кімнің жасыл кітабы бар еді, исламның жауһарлары мен жәдігерліктері. Жанында емес, бірақ солай атап өткен 18 Аль-Фарабиді. Енді оны 18-ін қазір мен айта алмаймын, бірақ та соны тауып, информацияны жіберейін. Сол кімнің, марқұм Әбсаттар Қажының айтқан еді, ол кісі бүкіл мынау оңтүстіктен, бізден осы жерден шығып, осы жерде қызмет еткендерді, плюс осы жерден шығып, Сирияға барып, Кашмирге барып, Египетке барып қызмет еткен, бізден шыққан әйгілі атақты кісілерді жазған кітапқа. Соның біреуі, сол кім жатыр? Мынау кімді айтады? Таразда Египетте жатыр ғой. Оған да бар. Ол Бейбарыс Сұлтан, ол ерекше тарих, ол кісі, өзгеше тарих. Египетте болғанда, сөзіңізді бөлейін, Египетке барғанда бізге экскурсия апарып Бейбарыстың несіне, мешіті бар екен отдельно. Сказка қылып айтады ғой, тірека дүңгідей аңыз құсап өздері, сол ерекше қалай құрметтейді, жақсы көреді екен негізі. Айтады ғой, бұл Қазақстан. Ол сол халыққа көп қызмет еткен. Палестинаны қорғаған ол кісі, между прочим, естіген. Біз мұсылмандар болып қазір, мұсылмандардың небір патшалары бар ғой қазір. Ешкім еш нәрсе істей алмай жатыр ғой. А ол кісі сол крестоносецтардан қорғаған. Сол кісі Палестинаны. Біз Қазақстаннан келдік десе, бізге айтып жатыр ғой, сіздердің аталарыңыз мавлюктар, Бейбарыс Сұлтан, Қазақстан, қазақ деп. Сол Тараздан шыққан Хибатулла 13-ші ғасырда өмір сүрген екен ол кісі.
Иә, сол мына Османский империяның алдында мамлюкиттер болады ғой, мамлюкиттер. иә мамлюктер деп айтып отыр. Солар кейін Османский империяға басқарады, бірақ олар да өзінің бір какой-то көп қызметін жасайды негізі дінге, мұсылмандарға қызметін жасайды сұлтан аз-Захир бейбарыс. Одан кейін сол заманда болу керек, кімдер де шығады. Кашмирде жатыр Мұхаммед Хайдар Дулати. Бізде мысалы Дулати көшесі бар ғой Шымкентте. Дулати. Мұхаммед Хайдар Дулатидің басына да Апшаттарға барып келеді Кашмирға бронированный машинамен. Кашмир тоже жанындай соғыс жері болғандықтан. Мысалы ол бар Шымкент осы өңірден шыққан кісі, Дулати деген кісі. Кімнің басына барады? Әл-Фарабидің басына барады. Енді қалған Әл-Фарабилер шығып осы жерде қалған шығар деп ойлаймын. Бірақ шетелге шығып, бізде қалай, мысалы Димаш Қытайға шығып атақты болып келген ғой, өлең айтыс. Сол сияқты шетелге шығып аты шыққан сол Әл-Фараби атамыз. Негізі мұнда қалған ол Әл-Фарабилер осында еңбек еткен шығар деп ойлаймын, осында жерленген шығар деп ойлаймын. Біз әлі таппаған, зиратын білмеген адамдар көп деп ойлаймын негізінде. Сосын тағы да бір айта кететін тағы бір не бар, иә, есеміз. Мына неде, Болгарияда дулаттар деген не тұрады, халық тұрады. Олар өздерін дулатпыз деп айтады. Солар айтады ғой, бізге ата бабаларымыз бар, Қазақстаннан келген біздің ата бабаларымыз қазақтар деп айтады. Өздерін дулатпыз деп айтады өзін. Вот у них. Әбден мүмкін, әбден мүмкін. Сосын жаңа кейінгі кезде тағы да айтып жатыр ғой, нелердің Венгрияның да, оказывается, қазақтарының тұқымдары деп. Кезінде сол жаққа барғанын айтады қазақтар. И венгрлар айтып жатыр ғой, тілдері де бізге ұқсас, салт дәстүрлері де бізге ұқсас. Сонда біздің 12-ші, мына 13-ші ғасырда жүрген кездерінде ата бабаларымыз сол Европаға дейін атпен солай көшіп кеткен адамдар бар екен. Біз оны бірін білеміз, бірін білмейміз. Оны уже біз емес, шетелдегі сол болгарын мен венгр адамдар өздері айтады. Біздің ата тұқымымыз сол Қазақстаннан келген деп. Оны жақсы зерттеген біздің мынау Мәшһүр Жүсіп атамыз барған, даже мынау Татарстан, мынау неге шейін Каспийдің ар жағындағы елдері бар ғой, Кавказға шейін барған екен. Ол кісі шежіре жазған. Сол Павлодардан, Баянауылдан шыққан кісісі Мәшһүр атамыз, өзі қазақтың әулиесі дейді ғой ол кісіні. Сол кісі жазған этнограф болған ол кісі. Иә, неге мүмкін емес? Қазақтар вольный ғой, халық жүре береді атқа мініп алып. Ол жаққа бар десе ешкіммен күмәнім жоқ. Дулаттар болса бар шығар негізінде. Дулаттар әбден болуы мүмкін. Олар уже болгар болып кеткен ғой енді қазіргі. Енді несін ұлтын жазғанда документ бойынша бәрі балға деп жазады ғой бәрі. Балғадан айтады ғой, біздің ата тұқымымыз, біз қазақпыз, дулатпыз деп айтады. Сондай болған. Сосын тағы да бір негізі бар ғой, Қазақстанды осылай өлке тану деп отырмыз ғой, иә. Біздің Қазақстан өлке осылай бөлінгенде, иә, көп нәрсені білмейді екенбіз біз. Бұрыннан біз енді қандай енді совет үкіметінің кезінде не оқыдық қой, енді бізге историяны қазақша жағына қалай солай поверхностно айтатын, иә, история туралы. Былай тереңдетіп, сондай бізге информация бермейтін ақпарат. Осылай, например, это, наверное, сол совет үкіметінің, может быть, политикасы сондай болды ма, например, да, бізге көп нәрсені айтпайтын ашып, да, қазіргі кейін кездеріне анда не істейсің, мында не істейсің, қызықты ақпараттар шығып жатыр. Бүгін мен сайтқа салып жатыр, неге чатқа салып жатыр, мен ана Шығыс Қазақстан Зайсан таулар қандай әдемі, иә, оның өзіне бір керемет әдемі, ол жақтың шығыстың, например, несін историясын қопарсақ, онда не деген тоже әдемі, сондай өздерінің аңыздары бар, батырлары бар, әдемі деген жерлері бар. Енді сондай айтсақ, әрбір өлкеде, әрбір біздің облыста сондай қасиетті, сондай бір әдемі жерлеріміз бар. Өзіміздің тарихтан келе жатқан, бұрыннан келе жатқан табиғи жерлеріміз бар. Алысқа барып келіп жоқ, міне біздің Павлодар Баянауылдың өзі қандай, иә, керемет. Сол секілді мен Көгершін ханым мінекей Бурабайдың жері қандай әдемі. Мен всегда айтамын ғой, біздің Қазақстан негізі бар ғой, иә, вообще дүниежүзі бойынша алсақ ең әдемі жерлердің бірі. Бізде міне жалпақ жеріміз де бар, өзеніміз де бар, көліміз де бар, тауымыз да бар. Не жоқ бізде? Бізде бәрі бар.
Просто бәрі бар кейінгі кезде жастардың былай патриоттық сезімі кішкене төмендеп, былай отансүйгіш деген сезім кішкене төмендеп қалды енді, шыны керек. Көбінесе біз қазақ болғаннан кейін неге нетеміз ғой, електеп басқа ұлттарға еліктеп кететін сондай әдетіміз бар енді. То орысшалап кетеміз, то қазір арабшалап, то өзбекшелеп деген секілді. Негізі қазақи өз елімізді, өз тілімізді құрметтеген дұрыс деп ойлаймын енді. Сондай ниетпен бүгін сол мінекей Абзал мырза мінекей бүгін эфирға шығып жатыр. Құрметті серіктестер, сұрақтарыңыз болса, давайте Абзал мырзаға сұрақтарыңызды беріңіздер. жалпы мынау Сәуле ханым Тоғорыл хан деген кітапты оқып шықтым. Сонда керейдің ханы ғой. Шыңғыс ханды Темучинді әке ретінде қараған. Сонда сол жақтың өңірін күшті айтады, табиғатында айтады ол жердің қалай екенін. Ол кісінің империясы керейдің ханы болған. Россияның да, Моңғолияның да қазақтың жері кіріп кетеді. 4 жаққа атпен шапқан кезде 4 күн атпен жүретіндей территориясы болған. Керей ханның, Керей деген рудың, ал енді қараңыз. Ал жалпы енді біз ит Абзал, сіздің неңіз өшіріп қалды? Микрофоныңыз қоса қойыңыз. жалпы негізі жаңағы Керей хан кімді, Тоғорыл ханды оқысаңыз, керейлердің ханы болған. Сонда сол шығыстың өңірінің барлығын жерін күшті айтады. Сол кітаптан білу. Бұрынғы сол кітапты Қытайдың қазақтары жазған. Мен бір құлағым ауырып, соны оқып шыққам, 1-2 күнде оқып шықтым андай қалың кітапты. Кісі ауырған кезде ғана кітап оқиды екен. Егер кітап оқығанда пайда бар, сіз дұрыс айтасыз. Анау өз отанын сүю керек, өз отанын сүю керек, сонда ғана кісі жаңағыдай өзімдікі деп қарайды, өз отанын сүю керек. Енді пайғамбарымыз айтады, отанды жақсы көру иманнан дейді. Кісі иманды бола берген сайын өз отанын жақсы көреді. Өзінің жаңағыдай суын, көлін, тауын, демалатын жерін жақсы көреді. Бізде тау, көл, судан да қымбат бізде адамдар ғой. Сол адамдарды қараңыз, қандай керемет бұрынғы адамдар болған бұрынғы кездегі. Өзі біздің осы қазақ болып қалыптасқанымызға жаңағыдай бар күшін, еңбегін, қанын төгіп, терін төгіп шыққан адамдар бар мысалы. Сол үшін осында қаншама тарих өткен. Жаңақорғаныңызды айтайын сізге. Мынау кезінде Қабанбай Бәсентин Малайсардың қарындасы Гауһарды алады. Содан Назым Батыр туады. Назым Батыр алғашқы Жаңақорғанды қалмақтардан қорғаған кезде бірінші 16 жасында Абылай деп шабады. Сосын Абылай хан оған алтын белдігін береді. Сондай қазақтың қазір қыздары шығып, сіздер сияқты қыздары шығып жатыр. Осындай бір жақсы нәрсе ұйымдастырып жатыр. Ондай қыздар бұрында да болған екен. Сол үшін ойлаймын, сол генмен келіп жатыр сіздерге. Көгершін апай да текті тұқымнан болып жатыр. Ол кісі сондай елім жерім дегенде жаңағыдай тік тұратын апайымыз, Алла разы болсын. Рахмет. Құрметті біз оларды тарихты білген кезде біз өзімізді танимыз просто. Өзіміз айнаға қарағандай боламыз. Егер біз оларды білмесек, біз онда ұлт болып жойылып кетеміз. Не бізге жойылып кету керек, немесе өз-өзімізге келу керек. Екі-ақ выбор бар бізде. Біз, конечно, жойылғымыз келмейді, біз өз-өзімізге келу керекпіз. Поэтому сіздің осындай өлкетану сабағыңыз дұрыс болды. Негізі бар ғой, мен өткенде айтып өттім ғой, пандемияға дейін шетелге шығатын сондай мүмкіншілік болды. Кейбір жерлерге бардық енді, кейбір елдерге барлық жүрдік. Сол кезде бар ғой, ана гид экскурсия, мен айтып өткенде бір зумда айтатынмын. Бір шетелге барғанда мен таңертең кешке дейін сол судың жағасын жазатын адам емеспін. Бір-екі рет барып түсесің де сонымен болды. Содан кейін енді ойлайсың ғой, шетелге барғаннан кейін келесі жолы қашан келем, келе аламын ба, келе алмаймын ба деген сондай ой туындайды да. Содан кейін барғаннан кейін барған жердің, елдің қалай өмір сүреді екен, сондай жаңағы тарихи мәдениет несін көргім келеді ғой енді барғаннан кейін. Сондай мақсатпен экскурсияға барамыз постоянно. Экскурсияға барғанда
сол гет экскурсоводтардың әңгімелерін тыңдап өз елдерін сондай мақтап аузын толтырып туырып көпіртіп күшті күшті қылып тұрып өздері мақтап айтып жатады ғой. Сол кезде бір жағынан тиіп жатады неге. Мен айтамын білемін біздің Қазақстанда да осындай бар, бізде де кем емес дегендей қылып сондай ой туындайды да. Содан кейін біздің енді жаныма сондай бір қатты тиіп кеткені, біз ана Египетке барғанда сол бейбарыс кеңесіне барған кезде сол айтады, сендер қазақтар өздерің білмейсіңдер, сендердің қандай батырларың бар екен дейді ғой. Сендерге иә сонда айтады, сендер қазақтар бүкіл дүниені шарлап дүние жүзін шарлап қыдырған жақсы көресіңдер, бірақ өздерің елдеріңде осында Қазақстанда барыңды қолда барыңды қадірлемейсіңдер деген сондай бір сөздер айтты да, сол жерде тиіп кетіп мен айттым білемін шынымен сол келтіріп тұр ғой енді сондай моменттер болады негізі. Иә, Сәуле ханым, осындай бір бағдарламаны, осындай бір жобаны ашқаныңыз өте дұрыс болды. Маған бір кісі айтты да, Италияға бардым дейді. Барсам, сол Италияда бір таксист, какой-то таксист жай кісі, қарапайым кісі, сол кісі айтып жаттап алған дейді. Мынандай Святой Мария, мынандай Санта бірдеме осындай жер деп, андай өздерінше қасиетті жерлердің бәрін айтып жатыр дейді. Иә. Ал бізде каждый таксист білмеске. Неге білмеу керек? Мысалы деймін да, допустим айтқанда, бізде, значит, ол жақта адамдар өздерінің бұрынғы тұлғаларын, бұрынғы қасиетті адамдарын тарихтарын жақсы біледі олар. Тарихтарын жақсы біледі. Олар бағалайды. Олар оны жақсы көреді. Мысалы, бір кісі бір қызға ғашық болса, соны айта береді ғой. Айта береді, айгүл, айгүл, айгүл деп мысалы. Сол сияқты олар да өзінің ғашық болған адамдарын, өзінің жаңағы бұрынғы тарихи адамдардың жерлерін, келген кісілердің бәріне айта береді, рекламировать. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Ал біз білу керекпіз ғой. Біз білу керекпіз. Біз айту керекпіз. Біз айтпаймыз оны. Өткенде біз енді Бақшан Ілиясовна болды Езумда, серіктестер тыңдаса айтады ғой, сол айтады ғой, бір шетелге барған кезде таксисттен сұраймыз, куда вы съездите, қандай достопримечательности бар деген кезде, таксисттер айтады ғой, бізге гид экскурсовод керек жоқ, таксист анда бардың ба, мында бар ма, мында бар, мында бар деп тура айтып бәрі жерге дейді, уже сонымен уже не ориентируешься, мынаған бару керек деп. А біздің таксисттардан сұрашы, иығын бүйтеді да түк айтпайды ғой, например. Біздің таксисттер ондайға үйренбеген, біздің тек қана таксисттер емес, біз қазақ халқы ондайға үйренбегенбіз. Негізі өлкетану, мына отансүйгіштік, например, өз тарихымызды жақсы білуіміз керек қой негізі. Енді біз сондай ішкі туризмді дамытатын осындай бағытта жұмыс жасап жатқаннан кейін, мен айтамын, тарих болу керек. Тарихты әр өлкені тануымыз керек. Сосын мына қазіргі отырған мінекей серіктестер тоже айта кетейін, иә, например, құлақтарыңызға алтын сырға өз нелеріңізден, жерлеріңізден, например, кім қай жақтан, например, Атырау, Ақтау, мына жақтан бар да, мына кісілер бар, Оралдан бар. Сіздер жақта қандай қызық нәрсе бар? Сіздердің өлкелеріңізде қандай осындай тарихи сондай жерлер, адамдарыңыз бар? Немен мақтана аласыздар? Неге шықпасқа, неге айтпасқа бір күндік материал дайындап? Шығыңыздар, сіздерді де тыңдайық. Мүмкіншілік болып жатса, ертең біз Шымкент жаққа барып жатсақ, Абзал мырзамен хабарласамыз. Сіздер жаққа енді сондай қызықтығы бар әңгіме қылып өз өлкелеріңізді таныстырып жатсаңыздар, мүмкін сіздер жаққа барып қаламыз группамен. Неге бармасқа? Дұрыс қой? Неге бармасқа? Неге бармасқа? Бәріміз. Сөйтіп бүкіл Қазақстанды шарлауға болады ғой. Біздің айтып отырмын ғой, бізде қазақтың не жоқ, бәрі бар. Не деген тура әдемі нелер бар. Сондықтан енді давайте жоқ дегенде, кем дегенде қазір 3 адам бізге керіс байланыс берсін, обратная связьда. Бүгінгі кешіміз қалай өтті? Ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Давайте 3 адам. Көкерсін апай. Бар екен. Сөйлесеңізші, Көкерсін апай, үндемей қалдыңыз ғой. Сәлеметсіз бе, Абзал мырза? Естіп тұрмын ба, естілмей тұрмын ба? Иә. Абзал деп айта беріңіз. Жоқ, мен естіп.
Сәуле ханым, Абзал, көп рахмет. Слышно, да? Да, естіліп тұр. Ага. Өте қызықты болды. Менде вот такая идея возникла. Вот бір фишка. Смотрите, мы же можем бүкіл таксисттарды привлечь біздің проектқа. Смотрите, қандай жақсы мысль. Таксист әрі зарабатывает өз несімен, екіден оларды осы жерде гидке үйретеміз. Смотрите, қандай фишку нашли мы сегодня. Енді каждый регионнан осының ішінде отырған кісілер өз еліне қылса, бұл кісілер уже как Абзал сақта осындай не беріп отса, таксисттарды осылай можем привлекать. Мен бір-екі күнде Көкшетауға шығам, и прямо таксисттармен жұмыс бастаймын. Бізде осындай проект бар. Мен айтпаймын компания, я говорю проект деп айтамын. Осындай проект бар. Осы жерде сіздерді біз гидка үйретеміз. Сол үшін сіздер 3.000 теңгеге үйрене аласыздар деп, міне бір фишку нашли. Это же хорошая идея. Вот, жаңа таксист деп айтыр, я осыны ойладым. Теперь Көгершин ханым, у вас идея, как бы мысли вы правильно говорите, да? У нас жуыр арада, жақын арада да курс басталады, краеведческий гидтекс курсы. Вот сол курсқа жазыңыздар, қол адамдарды. Я информацию чатқа жіберем, уже у вас на руках будет материал, будет от чего отталкиваться, поэтому проще будет разговаривать. Там все будет прописано. Теперь, знаете, бізде бар ғой да проекты, что біз гидтарды, это есть возможность гидқа үйренуге. Вот енді, наверное, на это надо давить. Что особенно бізге... ваш регион, Көгершин ханым, у вас же Бурабай. Да. Соны мен кеше біздің гидқа шықтым, ана санаторияның, ол кісі орыс. Менде сертификат бар, но вообще интересно деп қалды. Мен ертең бар директорға тағы сөйлесем, несі мына Раяз енді жібермей тұр, но бір жөні болар. И вот знаете что, біздің мына проекты, вот это именно жаңғыру елім деп, осы біздің неде не только санаторияға барасың, может быть, наши гиды будут сопровождать. А почему нет? Почему Вот, нет? знаете, давайте на это давить. Сонда біз қаншама кісі табамыз, чтобы кісілерді заинтересовать, что біздің неге 3.000 теңгемен кіреді ғой енді қазір. Абзал, бір-екі күнде жазам сені. Все, даже разговора нет, ертең подписываю. Ага, сонда әрбір неде Шымкент, Алматы, там бүкіл қаладан өзіміздің гидімізді дайындау керек. Вот сейчас прямо конкурс надо, наверное, объявить. Сонда сол гидтар, например, будут сопровождать. Келет, да? А санаторияға қалай выгодно? Представьте, компания. Каждый директора мы можем заинтересовать. У нас будет наш гид сопровождать. Группа жиналса, сонда каждый санаторий уже будет заинтересован, чтобы у него были условия, все, чтобы біздің отдыхающийлар келет, а еще и гид сопровождает. Наш гид. Рахмет, Вот, и бізге реклама. Әрі людей подтянуть. Енді мен вот так ойлап отырмын бүгін. Мен күні ойлаймын. Не фишка жетпей тұр, бір фишка жетпей тұр, 2-3 күн басымды қатырып жүргім. Вот я нашла фишку. Жақсы, Көгершин ханым, рахмет, аха. Ну, в общем, тогда вы сами доработаете, да? Вот я думаю, куда дұрыс. Абзал, ертең подписываемся. Хорошо. Так, Айжан ханым, да? Подарок. Айжан ханым вроде хотела сказать. А еще это нет. Подарок мы можем делать. Күшман бен воспользоваться. Разные осылай подарок істеп бере аламыз. Рахмет, Көгершин ханым, рахмет сізге. Айжан ханым, пожалуйста, вам слово. Я керемет жақсы. Абзал мырзаның айтып отырған нәрсесін бәрін мен түсініп отырмын. Өйткені мен осы жолдардың бәрін 20 жыл жүріп келем. Каждый ежемесячно мен Түркістанның өңіріне қаншама халық ай сайын апарып отырамын ғой. Сондықтан өте қызық, бұл енді 20 жыл істеп жатқан жұмысым менің почти. 2001-ден бері осы жолдамын. Мына Катонқарағай жайында көп айтуға болады, өйткені о жақта әлі ашылмай жатқан өте көп нәрселер бар. Әрине, осы халықты со жаққа апарып, көрсетіп,
әрбір ана табиғатына керемет сүйсінеді. Екіншіден, онан кейін ана жердегі Берельский курган бар. Одан екінші жағында анау Язовой жақта бір саусақ деген жерге өзі осы күнге дейін жете алмай жүрміз. Өйткені 11 километр дейді, сол жаңағы баратын жерден. Сондай бір везеходтар ғана керек екен. Ол біздің жақта сол қолы тұр да, оң қолы Қытайда дейді. Міне сондай интересный, өте керемет күшті жерлер бар. Соларды халыққа көрсете білсек, мына жаңағы патриоттық сезім олардың сонда керемет оянады. Жаңағы осы жол арқылы өте жақсы бір тақырып көтеріп жатсыздар. Негізі өте мықты. Мен көбінде айтып отырамын, неге осы біздің ер азаматтардың ішкі дүниесінде бір осындай патриоттық сезім ашылса, біздің халық мынандай неге болмас еді деген ой болады. Өйткені мына қасиетті жерді көрген кезде адамдар өзгереді, өте қатты өзгереді. Жарайды, ол отдыхающийді әрине аламыз, өйткені денсаулық та керек, бір жағынан халыққа оны да беруіміз керек. Жаңағы осы қасиетті өзіміздің әрбір жерімізді көрсете білсек, сонда мына өз елім деген нәрсеміздің біздің биіктейтін нәрсесі сол бола ма деп ойлаймын. Осы жерде отырған Тамара ханым да талай жерде барып көріп келген қыздардың бірі, жаңағы менің подписывать етіп жатқан қыздарымның бәрі осы жолдың қыздарын алып жатырмын ғой, қайтсең міне осындай осы. Енді әрине бір жақсылық болады. Көп рахмет. Катон жақтың нәрсесін мен кейін өзім тағы да қолымда материал жоқ, өзім көріп келдім, жай өзіміз ғана көріп барып көріп жүрмін. Мен сол жақтың өзім тумасымын. Негізі сол жақтан. Сондықтан о жақтың нәрсесін көрсету керек дейтін болса, мен өзім жетектеп апарып келдіремін любой кісіні. Барам деген кісі болса, пожалуйста, любой момент Тамара ханымдардың бәрін апарып көрсеткен. Шығыс Қазақстанмен таныстыратын адам болып жатса, Айжан ханым, Тамара ханым, мен сіздерге енді, пожалуйста, зеленый свет. Ақпарат беріп, өз өлкелеріңізден, өз жерлеріңізбен таныстырып отырсаңыз, неге таныспасқа, иә? Әрине, өте керемет, бұл өте жақсы дүние. Мен қуанып отырмын, өйткені бұл көтеріп жатқан тақырыптарыңыз өте мықты. Осы арқылы біз өз еліміздің жаңағы несін көтереміз деген ойдамыз. Өте жақсы. Рахмет. Алла қаласа, оңтүстік тағы да бұл басы ғой, кіріспе ғана. Бөліп айтамын, районмен, Құдай қаласа. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Тағы да сөйлеймін деген кісі бар ма? Болат мырза. Сіз жақта не бар, Орал? Бола ма? Болады. Кеш жарық, осы бүгінгі тақырыпты тыңдап, шындығын айтқанда рахмет білдіремін Абзал мырзаға. Негізінде көп нәрселер, міне Айжан апаймен біз көп жерге осылай аралып жүрміз. Ол да біздің осы ең керемет сондай өзімізге жақын керек нәрселер. Бізге Қазақстанға, жастарға осы жолға көп көрсетуге керек. Менің сондай ойым. Негізде ол дұрыс, иә? Біз қосылдық, екі қолмен міне осындайға, шындығын айтқанда, осындай тақырыпты айта беріңіз, кісілерді шақырамыз, білсін. Бүгін шақырдым көп кісілерді, білмеймін, неге кірмейді, осы ұқпаймын. Сосын ойладым, жарайды, бір уақытта болады, оларға да жеткізем. Сол менің тілегім, осы сондай жақсы біздің жерімізді, қасиет жерімізді, и вообще табиғат жерімізді көруге керек. Шындығын айтқанда, өкініш орайға көп кісілер шықпайды өзінің жерінен. Тұратын жер болды. Соған бәріміз тырысамыз осы жолмен. Рахмет. Бәріне жақсылық тілеймін бәрімізге. Осы көп кісілер кірсін біздің проектке, осы компанияға. Рахмет, Мира ханым. Сіз енді Алматыдансыз ғой енді. Алматыдан болсам, мен Өскеменнен өзім. Негізде мен туған жерім Өскемен, біздің Шығыс Қазақстан. Қазір Алматыдасыз ғой, иә? Алматыда жүрсем де, міне осы да біздің жақта Алматыдан жерімізді көруге керек. Өте керемет жақсы тауларды. Сізге айтайын дегенім ғой, құлағыңыз алтын сырға, біз Алматының өңірінде Көлсай, например, бар да, каньон бар. Сол туралы бір ақпарат дайындап, тоже бір эфирға шықсаңыздар. Осы жағын сондай керемет өзімді
жетемін оған айтуға, өзім Шымбұлақ көп бар, шықпай Медеу бар да. жүрміз ғой. Иә. Мгм. Вот ойым бар, если осындай кісілер болса, которые жақсы біледі осы жерді, оларды жеткізеді. Мен әлі пока только тұрып жатырмын. Не 4 жыл ма, неше жыл, оған да бір тоже бір несі керек, көзмен көруге былай айтқанша шынығын айтайын. Иә, жақсы, жарайды, рахмет сізге. Рахмет, аға, сау болыңыз. Так, тағы да сөйлейтін адамдар бар ма?